Так, біз, в общем, кешегі 4-4 газонның астында отырық, алдыңғы кардан міне тұр. Так, артқы карданды міне орнына қатырып отырық. Так, в общем, қазір енді артқы мосты көтеретін боламыз. Сонымен беске салып бір көретін боламыз. В общем, айтқанда біздер так аяқты көтеріп тастадық, кардан бәрін жалғадық. Дәл осылайынан қазір беске салып бір тексеріп көретін боламыз. Так, в общем, бұл қазір өзіміздің механикті күту үстіндеміз. Бізге тексеруге болмайды. Так, тексеру үстіндеміз. Воу. Ебать, что, у него две полуоси блокировка, что ли? Да. Как снять блокировку? Второй поднять. Тогда второй поднять не будем, только полуось вытащить и все же. Тоже вариант. Да, тогда полуось снимаем. Біз, в общем, редукторды шешіп алдық. Бұл жердегі мәселе, в общем, алдын осы редуктор бір шашылып кеткен. Шашылған айдаған. И сонымен мынаның артқы жағын полностью жырып, әрі қарай бір шығарып жіберген. И сонымен оны бері қарай балғамен ұрғанда қайтып сосын сваркілеген ба, бірақ сваркілеген деуге де кішкене келісіңкіремейді. Неге десеңіз, бәрін бүлдіріп, или болмаса новичок сварщик па, в общем айтқанда бәрін ушатать еткен ғой. Былайша айтқанда миын шайқап тастаған ғой мына чулоктың. Сонымен, в общем, міне мына жердің бәрі жатқан, міне темірдің қоқымдары мынаның бәрі жатқан түгелімен. Так, и сосын мынаның жоғарғы жағы да міне мынандай қылып. В общем, бұл жерде енді екінші рет салған кезінде бір рет енді шашылды, ладно, оның бәрін бытышын шығарды. Енді хотя бы осыдан кішкене сабақ алу керек еді ғой. Жаңа механикке жіберген видеоларымызды салатын боламыз осы жерге. Редуктордың қандай жағдайда екенін бәрі түгелімен. Редуктор бір рет шашылып кеткеннен кейін, екінші рет қайттан дауыс шығарып кеткені, редуктордың біріншіден регулировкасын баптауын, яғни айтқанда дұрыс келтірмегенде. И сонымен хвостовик пен планетарканың арасында бос орынның көптігінен екі тіс бір-біріне қажалып, бір-біріне тиіп, осындай қылып дауыс шығарып жіберіп тұр ғой. Мәселе сондай, в общем. Аман болайық қайда болсақ та. Кішкене астымызда мініп жүрген көлігімізге кішкене қарап айтайық. Құрметті жолдастар, құрметті жүргізуші мырзалар. Аманшылықта қайда жүрсеңіздер де жолдарыңыз болсын.